алейкум. Александр. Инспектор Холбаев, сіз бе? Скорость ашып жатасыз. 60 белгіде 78 меңге түсіп жатасыз. Мейл. Берейін. Ана дейсіз? Қатып отырыңызды бербедіңіз бана? Yok, көрсеттім ғой. Hayır, özünüzге бердім. Так. Кибердеңіз Ормукеевсіз, а? Ормукеев десе дәл болады, таба. Ормукеевсіз. Мейлі, түзіңіз? Қалып кетіп пе? Документтеріңізді көріп қойлаш efendim, сізге түзбей. Неге? Ереже Ереже бұзып отпаймын ба? Елдің қызматындасыз. Жоқ. Түз берейін бе? Жоқ, түзіп беріңіз. Түзіп бересіз, бірақ мен мақұл емеспін. Алдын ала айтып қойын, сотташы олыз. Күлесті, жолдаш сержант. Ой, жолдаш старшина, кешіресіз. Сізге жемір сержант тоқтатқан, ошо қиялда сержант тоғылайым. Немемда бар, 2000 сомды қайып пұлымдағы бар. Қаласаңыз, андағы неме қылыңыз. Жоқ, аныңға не ешнәрсе болмайсыз. Мына онаның бөлігі. Мына айдаушы бөлігін. Текшеріңіздер бар. Ормукеев деп шығады, сіз деген ана? Ормукеев менің псевдонимім. Қандай дейсіз? Ормукеев бұл менің псевдонимім. Қозуев менің фамилиям. Түсіндіре алдым ба? Түсіндірдіңіз. Ереже бұзған болсам, тиешелі протокол түзіп беріңіз. Айдаңыз ақ жол. Сізді бірінші жол жолықтырып отырмын. Өзі ғай болғаныма 1,5 жыл болды. Сізді бірінші жол жолықтырып отырмын, урматтуу. Сіз азыр мен маға тиіштүү протокол түзбей қойсаңыз, жолдаш старшина. Сізге сіздің жетекшілігіңіз сөгіш жариялашы мүмкін. Ереже бұзып атат, сен протокол түзбей атасың, ой беріп атасың деп. Анжа-мұнжа кішіне неме болып тұра болды, өзіңіз ақша неме қыласыз. Кешіресіз, атыңыз... Фамилиям Қалбаев атым жол болды. Жол болды? Фамилиям Қалбаев атым жол болды деймін. Жол болды мырза. Ол жерде белгіңіз 60 деген белгі тұрат. Анын астында 2000 метр деп тұрат. Ошол 2000 метр дегеніңіз жазусы өтіп кетті. Өчкөн емес. Сырылып қалыптыр. Клей ажырап кетті. Мен ошол себептен ал белгіңіз стандартқа лайық емес. Ошон үчүн мен 60-тан жогору айдадым. Ошондуктан мен алдын ала сиз түзө турган протоколуңузга мен макул эмесмин деп атам. Азыр айда десеңиз мен айдап кете берем, бирок өзүңүзгө залакасы тип калбайбы? Сөгүш алып калбайсызбы ушу боюнча? Эми сиз монуга неме деп атпайсызбы? Макул эмесмин деп атпайсызбы? Ооба, макул эмесмин. Сиздер чакырасыздар, мен келем, териштирүү болот. Эгер ошол жерде комиссияда токтом чыгарып берсеңиздер, мен аны сотко берем. Соттон утанбайбы сиздерди? Белиңиздер талапка жооп бербей атат. Ошого сиз эми өзүңүздүн милдетиңизди аткарып коюңуз деп протокол түзүп бериңиз деп суранам. Түзбөй койсоңуз өзүңүзгө сөгүш дейиш мүмкүн. Бул белгини сиз койбойсуз да, ал жол жасагандарга, бирок сиздер талап кылышыңыздар керек. Белгини талапка ылайык орноткула, айдоочулар менен ушундай талаш тартыш болуп атат деп сиздер жеткиришиңиздер керек да. Туура айтып атамбы? Ушундай кылабыз анда. Эмне кылайын, түзөсүзбү же мен жолумду улай берейинби? Улай бериңиз. Айыңыз. Ак жол жакшы. Көрсөттүм э? Каласаңыз, немени деле көрсөтөйүн. Унаны салган, бирок аны сиздерге берген эмес да текшерүүнү, э? Унаны салып төлөнгөн. Жакшы, жетип алыңыз эми. Бериңиз. Мен катуу сүйлөгөн болсом, же туура эмес сүйлөгөн болсом, үзүр. Бериңиз. Ушул белги үчүн токтоттум мен азыр. Мына. Белгинин кебетеси. Мына түндөсү чагылышат, бирок буну жөнөмөн чаптап койгон. Темирге ушул атайын клеймен чаптап койгон экен, бунусунан түшүп калыптыр. Бунусу кечиндеси чагылышат. Бирок орнотулушу суроо жаратат. Toprak menle basıp koyalım. Nansı tutkası sırgalgan emez. Büyüklüğü dağı talapka layık gelbeydi.
туткалсын бийиги бийиктиги. Мына карасаңар, мына лента менен катырган экен эле. Өзү да бул да түшүп калган экен эле мына ажырап. Мына жвачка менен чаптап койгонбу, эмне мына жвачкабы? Айтор ушундай.